Ассаламағалейкум барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Сабақ қазір болмай жүр дұрыс. Өйткені жаз кезі, жаз айы, барлығы демалыста. Мен де өзім демалып нетіп жүрмін, сондықтан да сабақ түсіруге мүмкіндік болмайды. Сабақты мен өз үйімде арнайы жарық жерде түсіріп жазатынмын. Енді тым болмағанда мынау тапсырыстарды мен скриншотқа жасап қойған едім. Бұрынғы тапсырыстарды. Жаңа тапсырыстарға мен мүлдем қарап жатқан жоқпын, ренжімеңіздер. Сол бұрынғы тапсырыстардың скриншоттағы жұмыстармен кезек-кезек жасап көрейік деп нетіп отырмыз енді, мүмкіндікке қарай. Бүгін мен менің дағы бір аққуым бар шығар деген әнді таңдадым. Сол әнге бейне сабақ жасап көрейік. Шағын түрде, былайша айтқанда, лайф вариантын жасаймыз, оңай түрін нұсқасымен. Яғни көп саусақты жүгіртпейсіздер, тек қана ойнап менің жасағанымды қайталап отырасыздар. Ал сабағымызды бастайық, каналымызға тіркелейік. Кеттік кәне. Қараңыздар міне, бірінші пернені ұстайсыздар. Осы жерде тұрасыздар, мынандай қағаз жасайсыздар. Бірінші алғашқы куплет басталғаннан бастап міне. Алатаудың деген сөз басындағы қазір келеміз оған. Алатаудың деген сөзді осы жерде тұрастырып, бірінші пернені ұстайсыздар. Сосын мынау төмен, сосын төмен жоғары қағысымыз біздің. Сол қағысымызды екі рет жасайсыздар. Бір, екі. Екі рет жасайсыздар. Міне, Алатаудың дегенде. Енді басындағы деген жер. Астыңғы екі, үстіңгі төрт. Басындағы. Бұл жерге де, 2 мен 4-ке де екі рет ойналады осы қағыс. Төмен жоғары қағысымыз. Бір, екі. Сосын бар шығар деген жер. Бірді параллель жасаймыз, астынан бірінші саусақ, үстінен бас бармақ. Бұған осы қағысымыз бір рет жасалады. Төмен жоғары. Сосын үсті ашылады. Бар шығар. Ашқан кезде, үстіңгі шек ашқан кезде, осы қағысымызды екі рет жасаңыздар. Яғни төмен жоғары деген қағысымызды екі рет жасайсыздар. Сонымен бізде алғашқы бірінші жолы бітеді. Ойнап көрейік міне. Алатаудың басындағы қар шығар. Жасалды. Қар болса егер, ол да шынынан таң шығар. Сөзін білмеймін. Екінші жолы қар болса егер. Дәл солай басталады. Бірінші перне тұрасыздар. Екі рет ойналады қағысымыз. Бір, екі. Сосын астыңғы екі, төрт. Дәл солай қайталаймыз. Дәл солай екі рет ойналады. Төмен, жоғары. Ол да кетер. Қар болса егер, ол да кетер. Аршылар. Енді соңғы жері кішкене өзгеріс бар. Мынаны осы жері ұстадыңдар, соған екі рет ойнадыңыздар ғой. Одан кейін бас бармақпен бірінші пернені ұстаймыз, параллель ұстаймыз, астынан бір, үстінен бас бармақ. Бұған осы қағыз бір рет жасалады, төмен жоғары. Одан кейін үстіңгі екінші саусақ мұнда қосылады. Осылай болады. Бар шығар. Осы жерге келген кезде екі рет ойнайсыздар. Кейін үстіңгі бас бармақпен мұнаны ұстаймыз. Бір рет ойнаймыз. Сонда қосқанда міне осылай болады. Енді көңілімнің айдынынан қонатын деген.
осы жерде аккордқа да жасауға болады. Көңілімнің айдынынан қонатын жасауға болады, бірақ әуен ойнатайық, әуен ойнатайық. Онда слишком оңай болып кетеді онда. Қараңыздар, ары қарай қайырмасы кететін жері бірінші пернені ұстайсыздар, төмен бір қағамыз, одан кейін 6 ұстайсыздар, төмен жоғары кетеді. Міне. Ары қарай астыңғы 8 ұстайсыздар, төмен жоғары кетеді. Сонда бұлай болады. Кейін астыңғы 9 ұстайсыздар ма? 9-ға келген кезде төмен жоғары қағазымыз толығымен ойналады кәдімгідей. Қосамыз ба? Қосамады. Ай, көңілімнен. Одан кейін қайтадан 6-ға барамыз. 6-ға бір қағаз төмен. Одан кейін 8-ге төмен жоғары. Болады. Одан кейін 9 асты. Бұғанда төмен жоғары. Кейін асты 8-ге барады. 8-ге келгенде төмен жоғары қағазымыз қайтадан кетеді. Міне. Бірінші жасалдық, одан кейін жасалдық. Енді ошатын деген жері. Үсті 6-да тұра береді, асты 4-ке барады, төмен кетеді, кейін 6-ны ұстаймыз, төмен жоғары. Ары қарай асты 8-ге барады, төмен жоғары. Осылай болады. Кейін астыны 6-ны ұстайсыздар, үсті 7. Төмен жоғары. Яғни 6-да ұстап тұрған кезде үсті 7 болады, төмен жоғары, 2 рет қағылады. Сонда міне осы жерді көрсетейін бірше. Енді осының толық ойнайды. Соңғы жолы менің дағы бір ақуым бар шығар деген жері. Үсті 6-да тұрады, асты 9-ға барасыздар. Бір рет төмен, одан кейін асты 8-ге келеді, төмен жоғары кетеді. Одан кейін 6-ға келеді, параллельно ұстаймыз, төмен жоғары. Кейін 1-ді ұстайсыздар, үсті 2 болады. Бұған төмен жоғары. Қосқамыз. Менің дағы енді бір ақуым деген жер. Осылай оңай болады. Үстің ашық жібере беріңіздер. Асты 4 болады төмен. Сосын 2. Төмен жоғары. Болмаса 4-ті параллельно ұстайық бірден. Төмен. Сосын асты 2 барады. 4-ті қола береді. Төмен жоғары. Одан кейін 1-ді ұстайсыздар, төмен жоғары кетеді. Қосқамыз. Сосын төмен жоғары, сосын 1 төмен жоғары. Одан кейін үстіңгі бас бармақ қосылады бірге. Төмен жоғары қағасымызды. Кейін үсті 2 болады. Бұған төмен жоғары қағас болады. Қараңыздар. Кейін осының жартысы мұнда кетеді. Үстіңгі 1 кетеді. Бар шығар деген зат. Міне. Сосын үсті ашылады. Ашылады да жаңағы қағасымыз 2 рет ұнады. Сонда соңғы жерін қоссақ.
дағы, иә. Менің дағы, сосын бір-ақ қуым, сосын бар шығар. Иә, енді осы әннің соңғы екі жолдары сіздер білетіндей қайталанады, иә. Көңілімнің міне осымен сабақ аяқталды. Енді басынан бастап кәне бәрін бекітіп көрейік. Мен көрсеткенімді ақырын ойнап көрсетейін. Сіздер егер жаңа осы видеоны қарап отырсаңыздар, менімен бірге қайталап, дәл артынан қайталап жасап көріңіздер, иә. Алатаудың басындағы қар шығар, қар болса егер ол да кетер ашылар. Көңіліммен айдынын ашатын, менің дағы бір-ақ қуым бар шығар. Көңіліммен айдынын ашатын, менің дағы бір-ақ қуым бар шығар. Міне осы сабақ аяқталды. Достар, осымен сабағымыз аяқталды. Кішкене уақыт тығыз, ыңғайсыздық болды сабақ жазудан кішкене. Осылай жазылып жатқаны айып етпеңіздер енді. Алла жазса, үйімізге оралғаннан кейін сабағымызды жалғастырамыз. Өзімді сағынып қалдым сабақ жазуды. Өйткені сабақ жазып тек қана ютубқа жүктеп, оны адамдар көріп жатыр ма, көріп жатқан жоқ деп қарау емес. Мәселе балалар да күтіп тұр, біздің оқушыларымыз бар. Оларға да осы бейне ролигімізді жіберіп тұру керек. Оларды қарау керек, үйрену керек тоже. Алдымызда сабақ басталады. Жақсы достар, осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше аманшылықта болайық. Ассаламу алейкум.